бастай берейік тест талдауымызды. Так, бірінші сұраққа тоқталайық. Жылқыны қолға үйрету біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші мыңжылдықта алғаш басталған аймақ дейді. Жалпы бұл сұрақта бізде Қазақстан тарихының алғашқы кезеңдері, яғни ежелгі заманда энеолит кезеңінде, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 4-3 мыңжылдықта мыс тас дәуірінде ботайлықтар алғашқы жылқыны қолға үйретті. Яғни бұл бізде дұрыс жауабы ботай терсек мәдениеті болып табылады. Енді бұл жерде Тасмола, Беғазы Дәндібай және Андрон мәдениеттеріне тоқталып өтейік. Жалпы бізде Тасмола мәдениеті дегеніміз қандай мәдениет? Тасмола мәдениеті дегеніміз ол бізде біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші және біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырлар аралығын қамтитын ерте темір дәуіріндегі сақтардың орталық Қазақстанда орналасқан мәдениеті, ол бізде Тасмола мәдениеті. Тасмола мәдениеті ол орталық Қазақстандағы мынау қола дәуірінің соңғы мәдениеті Беғазы Дәндібай мәдениетінің жалғасы болып табылады. Яғни Беғазы Дәндібай мәдениеті ол орталық Қазақстандағы қола дәуірінің соңғы мәдениеті. Беғазы Дәндібай мәдениетінің адамдары заман дамыған сайын, яғни олар мынау отырықшылдықтан, егіншіліктен көшпелі мал шаруашылығына ауысқаннан кейін БЗБ 8-ші ғасырда ерте темір дәуірі басталады. Ерте темір дәуірі басталғаннан кейін Беғазы Дәндібай мәдениетінің тұрғындары жылқыны мініс құралы ретінде пайдаланып, көшпелі мал шаруашылығына қарай ауысты. Нәтижесінде археологтар, тарихшылар бұл кезеңді Беғазы Дәндібайдың жалғасы, яғни Тасмола мәдениеті ретінде атап кетті. Тасмола мәдениетінің банағы негізгі тұрғындары ол орталық Қазақстанда өмір сүрген сақ тайпалары, яғни исседондар. Олардың ең басты ескерткіштерінің бірі ол мұртты обалар, барлықтарыңыз білесіздер. Келесі бізде Беғазы Дәндібай мәдениеті. Беғазы Дәндібай мәдениеті ол орталық Қазақстаннан табылған қола дәуірінің соңғы кезеңдеріндегі мәдениет болып табылады. Беғазы Дәндібай мәдениетін біздің заманымыздан бұрынғы мынау 12-11 ғасырлар мен БЗБ 8-ші ғасырлар аралығын қамтиды. Сонымен қатар Беғазы Дәндібай мәдениетін 1946 жылы қазақстандық археолог Әлкей Хақанұлы Марғұлан зерттеп бастаған, яғни алғашқы Қазақстандағы қола дәуір мәдениеттерін ашқан осы Әлкей Марғұлан 1946 жылы. Келесі бізде Андронова мәдениеті. Андронова мәдениеті дегеніміз ол Сібір жерінен табылған 1914 жылы қола дәуірінің ең үлкен мәдениеті. Жалпы Андрон мәдениеті ол бүкіл Сібір жері, оңтүстік Сібір, Қазақстан, Түркменстан, қазіргі Өзбекстан, Қырғызстан аймақтарын алып жатқан үлкен қола дәуірінің мәдениетін біз Андрон мәдениеті деп атаймыз. Яғни бұл жерде бізде дұрыс жауабы ботай терсек мәдениеті. Сонымен қатар энеолит кезеңінде ботай терсек мәдениетінен бөлек тағы да бір мәдениет бар, ол бізде шебір тұрағы. Шебір тұрағы ол Маңғыстау жерінен табылған. Жалпы сіздер шатаспас үшін энеолит кезеңінде мыстас дәуірінде небәрі 2 ғана тұрақ бар. Біреуі ботай тұрағы, немесе ботай терсек деп айтамыз. Екіншісі шебір тұрағы. Шебір тұрағы бізде орналасқан Маңғыстауда. Ал Тасмола мәдениеті бізде ерте темір дәуірінің мәдениеті, Беғазы Дәндібай және Андронова мәдениеті ол қола дәуірінің мәдениеттері болып табылады. Келесі сұраққа келейік. Әрине келіп қалуы мүмкін, өйткені бұл сұрақтар слифттардың ішінен алынған, яғни ұбт-да көп келіп жатқан сұрақтардың ішінен таңдап алынған сұрақтар. Келесі сұрақ ұйғыр қағанатының өмір сүрген жылдары. Бұл жерде 4 жылда 4 түрлі мемлекеттердің, орта ғасырлық мемлекеттердің өмір сүру жылдары бейнеленген. Яғни бұл жерде бұл ұйғыр қағанатының өмір сүрген жылдары ол бізде 744-840 жылдар. Енді А варианты, С варианты, Д вариантына да тоқталып өтейік. А вариантында бізде көрсетілген ол 683-744 жылдарда көрсетілген, ол шығыс түрік қағанаты, яғни ШТқ деп айтамыз, ол қалай? Жалпы 603 жылы бізде түрік қағанаты екіге бөлініп кетті ғой, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты болып. Шығыс түрік, жалпы сіздер жалпы тарихта бізде шығыс түрік қағанатының 2 мемлекеті бар. Бірінші шығыс түрік қағанаты, екінші шығыс түрік қағанаты деген. Яғни бірінші шығыс түрік қағанаты ол
603-630 жылдар аралығында өмір сүрген. 630 жылдарға қарай шығыс түрік қағанатын қытайлық Тан империясы басып алады. Содан кейін шығыс түрік қағанаты өмір сүруін тоқтатып, Тан империясының бодандығында қалып кетеді. Потом шығыс түркілер 30-40 жылдай 630 жылдардан бастап Тан империясына қарсы көтерілістер жасайды. Соның ішінде 682 жылы шығыс түркілердің көсемі бағанағы Тан империясына қытайларға қарсы көтеріліс бастайды. Құтлық елтеріс. Нәтижесінде Құтлық елтеріс 682 жылы қытайларды шығыс түрік қағанатының территориясынан қуып шығады. Сөйтіп, жалпы тарихта 682 жылы екінші шығыс түрік қағанаты құрылды деп айтады. Құрылғанда мемлекетті қалпына келтірді. Яғни, мына нәрсемен сіздер көп оқушылар мына нәрсемен шатасады. 682 жылы шығыс түрік қағанаты құрылды дейді. Жоқ, 682 жылы шығыс түрік қағанаты құрылған жоқ. 682 жылы шығыс түрік қағанатының тәуелсіздігі қалпына келтірілді. Яғни ол шығыс түрік қағанаты 682-ге дейін, оған дейін өмір сүрген. Өйткені оларды шығыс түрік қағанаты жаулап алды қытайлар. Содан кейін өзі шығыс түрік қағанаты олардың боданы болып қалды. Содан кейін 682 жылы бағанағы Құтлық елтеріс қаншама жылдық қытайларға қарсы соғыстан кейін өздерінің тәуелсіздіктерін қайта қалпына келтірді. Сөйтіп 744 жылға дейін өмір сүрді. Дүниесі тарихтан да стрим болады, құдай қаласа, 1-2 күннің ішінде. Енді 744 жылы шығыс түрік қағанаты әлсіреп, нәтижесінде шығыс түрік қағанатының құрамында өмір сүрген Қарлұқ тайпасы мен ұйғыр тайпасы екеуі бірігіп, мемлекеттің ішінде көтеріліс бастап, шығыс түрік қағанатының билігін құлатады. Сөйтіп, 744 жылы билікке ұйғырлар мен қарлұқтар келеді. Бірақ осы жерде кішкене мынандай нәрсе бар. Мысалы, қарлұқтар мен ұйғырлар екеуі бірігіп мемлекет құрды. Екеуі бірігіп шығыс түрік қағанатын құлатты. Бірақ осы жерде ұйғырлар қарлұқтарды сатып кетеді. Яғни ұйғырлар билікті өздеріне алып, аяука дейді, рахмет сыйлық жіберіп отыр екен. Ұйғырлар мен қарлұқтар бірігіп шығыс түрік қағанатын құлатады, бірақ ұйғырлар сатқындық жасап, билікті өздеріне тартып алады. Нәтижесінде қарлұқтарды биліктен ысырып тастап, қарлұқтар оларға құл болып қалады. Бұл жайында Қытай деректерінде былай деп жазылады. Қарлұқтар өздерінің егелеріне, өздерінің бағанадай қожайындарына ұйғырларға қарсы көтеріліске шықты. Бірақ ұйғырлар оларды талқандап, ит жылы, 746 жылы қарлұқтар Оноқ еліне қашып кетті деп айтады. Яғни, ит жылы дегеніміз, ол Қытай деректерінде, ол 746 жыл. Яғни, 746 жылы қарлұқтар ұйғырлардан жеңіліп, билік үшін қарлұқтар Монғолия жерінен Жетісу жеріне көшіп келеді, қашып келеді. Сөйтіп, Жетісу жерінде қарлұқтар ары қарай сол заманда Жетісу жерінде өмір сүрген түргештермен билікке таласады. Сөйтіп, 756 жылы қарлұқтар түргештерден билікті тартып алып, 756 жылы түргеш қағанаты құрылады. Келесі мынау 704-756 жылдардағы неге тоқталайық. Қай мемлекет бұл жерде өмір сүрген? Бұл жерде өмір сүрген ол түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты 704-756 жылдары өмір сүрген. Түргештер кімдер? Жалпы түргештер Жетісу жерінде батыс түрік қағанатының құрамында өмір сүрген тайпа. Батыс түрік қағанатының билігі 7 ғасырдың аяғында әлсірейді, 690 жылдары. Сөйтіп, батыс түркілердің билігінің әлсірегенін пайдаланып, Жетісу жерінде өмір сүрген, сол батыс түріктердің құрамында өмір сүрген түргештер билікке таласып, бағанағыдай түргеш көсемі үшлік билікті бағанағы батыс түркілерден тартып алады 699 жылы. Сөйтіп, 5 жылдан кейін 704 жылы үшлік қаған атанып, батыс түрік қағанатының орнына түргеш қағанатын негізін қалайды. Рим цифрымен 16 деген кісі жазыпты. Қалайсыз аға? Шүкір, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Танымадым, атыңыз жаза кетсеңіз. Дальше, келесі. 756 жылы түргеш қағанаты бағанағы Атлақ шайқасынан кейін арабтар билікті беріп түргештерге, қытайларды қуып шығады Жетісу жерінен. Сөйтіп, билікті қайта түргештер өздері алады. Бірақ түргештердің ішіндегі қара түргештер мен сары түргештердің таққа таласуы нәтижесінде осы
билікке талас моментті пайдаланып қарлұқтар жетісуге Моңғолиядан қашып келген қарлұқтар түргештердің қара түргеш пен сары түргештің екі тайпаның бір-бірімен мынау таққа таласын пайдаланып түргештерді биліктен ысырып тастап 756 жылы түргештердің билігін тартып алады қарлұқтар. Негізі құрметті оқырмандар, бізде жалпы қазақта мынандай сөз бар ғой, қазаққа сыртқы жау керек емес деген. Яғни бізде Қазақстан тарихын қарасаңыздар, бізде мынау Қазақстан территориясында өмір сүрген мемлекеттердің барлығын бізді бір сырттан ешкім жауламаған. Біз өзімізбен өзіміз қырылып, ішкі талас тартыстың нәтижесінде құлаған. Мысалы, Түрік қағанатын алсақ, Түрік қағанаты банағыдай Ашин әулеті ішінара билікке таласып, Түрік қағанаты екіге бөлініп кетті, батыс түрік, шығыс түрік болып. Нәтижесінде батыс түрік қағанаты мемлекет құрып енді қалпына келіп жатқан кезде, батыс түрік қағанатының негізгі екі тайпасы дулулар мен нушебилер тағы да междусобой билікке таласады. Сөйтеді да батыс түрік қағанаты ыдырап кетеді. Батыс түрік қағанатының орнына түргеш қағанаты құрылады. Түргеш қағанаты то же самое банағыдай қара түргеш пен сары түргеш тайпасы билікке таласып, бір-бірімен билікті бөлісе алмай, нәтижесінде түргеш қағанаты екіге бөлініп кетеді. Яғни бізде өзімізбен өзіміз мемлекетте билікке таласу нәтижесінде біздің всегда Қазақстан жеріндегі мемлекеттердің бәрі междусобой қырылып, билікке таласып, мемлекетіміз құлап қалып жатқан. Анау Түрік қағанатынан бастап Қазақ хандығына дейін. Қазақ хандығының өзі керемет дамып, керемет күшейіп жатқан кезде, мынау 1730 жылы Аңырақай шайқасынан кейін жақсы шүкір Фара өзен қалайсыңдар, Балнұрым қалайсыңдар, банағы 1730 жылы Аңырақай шайқасынан кейін Қазақ хандығы жоңғарларды қазақ жерінен толығымен қуып шықты. Бізде мүмкіндік болды жоңғарлардың артынан қуып барып, жоңғар хандығын талқандап, Жоңғария аймағын басып алуға. Бірақ тағы да сол моментте ауызбіршіліктің жоқтығы, яғни қазақтың бас ханы Болат хан қайтыс болып, қазақтың 300-і таққа таласып, түбінде таққа 300-дің билері кімнің, Тәуке ханның баласы, қазақ жоңғар соғысы кезінде мүлдем аты шықпаған Әбілмәмбет деген ханды таққа отырғызады. Міне, енді Әбілмәмбет хан мүлдем аты шықпағаннан кейін 300-дің билері Тәуке, Төле би, Әйтеке би, Қазыбек бидің бұл шешіміне Ақтабан шұбырынды кезінде жоңғарларға қарсы үлкен банадай соғыс жүргізген ұлы жүздің ханы Жолбарыс, орта жүздің ханы Сәмеке, кіші жүздің ханы Әбілқайыр. Бұл үшеуінің еңбегі бағаланбай, таққа Әбілмәмбет отырғаннан кейін бұл үшеуі керісінше басымызды біріктіріп, жоңғарлардың артынан қуып барып, жоңғарларды талқандаудың орнына түпкілікті біз таққа мен отырғызбады деп Әбілқайыр ренжіді, мен отырғызбады деп Жолбарыс ренжіді, мына жақтан Сәмеке ренжіді. Нәтижесінде не болды? 303-ке бөлініп ыдырап кеттік. Ал жоңғарлар аман-есен қашып құтылып, түбі артынша біз жоңғарларды әлсіретіп берді Қазақ хандығы, ал біздің дайындап берген асымызды мына жақтан Қытайлық Цин империясы келді де жоңғарларды әлсіздігін пайдаланып жаулап алды. Сондағысы біз дайындап бердік, міне деп Қытайларға дайындап берді да, Қытайлар біздің әлсіретіп берген жоңғарларымызды жаулап алады да. Өте қиын жағдай. Дальше 756-740 жылдары бізде Қарлұқ қағанаты өмір сүрді. Яғни ұйғыр қағанатының өмір сүрген жылдары міне 682-744. Қанша сұрақ негізі? 20 сұрақ. Келесі, Батый ханның атақты батысқа жорығы болған жылдар. Батый кім, е? Батый ол 1227-1255 жылдары Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ұлысының Алтын Орда мемлекетін басқарған Алтын Орданың бірінші ханы Батый хан. Енді Батый әкесінің ісі Жошының жолын даканс аяқтағысы келді. Өйткені Жошы 1227 жылы ерте қайтыс болып кетеді. Нәтижесінде оның батысқа жорығы, Европаны жаулау туралы мақсаттары орындалмай қалды, даканс аяқталмай қалды. Енді сол әкесінің жолын соңына дейін аяқтаймын дейді осы Батый Алтын Орданың тағына келген. Сөйтіп 1235 жылы Моңғолияда Қарақорымда, Моңғол астанасы Қарақорымда үлкен құрылтай болады. Ол құрылтайда Алтын Орданың билеушісі Батый ұлы моңғол ханы үгедейден рұқсат сұрайды. Яғни әкесі
жошының ісін аяқтау туралы. Нәтижесінде үгедей моңғол империясының ұлы ханы алтын орда билеушісі Батыйға Еуропаға жорық жасауына рұқсат береді. Естеріңізде болсын, алтын орда ол мемлекет болғанмен, бірақ ол моңғол империясының құрамында. Өйткені Шыңғысхан өзінің 4 баласына банағы ұлыстарды бөліп берді, жошы ұлысы, шағатай ұлысы, үгедей ұлысы, төле ұлысы деп. Бірақ 4 баласына 4 ұлысты бөліп бергенмен, ол 4 жердің барлығы бір моңғол империясының территориясында. Бірақ 1259 жылы моңғол империясының ұлы ханы Мөңке қайтыс болғаннан кейін, яғни кімнің, Шыңғыс ханның немересі Төленің баласы Мөңке қайтыс болғаннан кейін, моңғол империясы ыдырап кетеді. Алтын орда бөлек мемлекет болып тәуелсіздік алып кетеді. Шағатай ұлысы бөлек мемлекет болып бөлініп кетеді. Яғни моңғол империясы Қытаймен бірігіп, бағанадай Юань империясына айналып кетеді. Міне. Енді Батый ханның атақты батысқа жорығы 1235 жылы Қарақорымдағы құрылтайда шешім қабылданып, 1236-1242 жылдары Батыйдың атақты батысқа жорығы жүргізілді. Міне. Батый өте үлкен жойқын батысқа жорық жасап жатқан кезде 1241 жылы моңғол империясының ұлы ханы Үгедей қайтыс болады. Енді моңғол империясының ұлы ханы Үгедейдің қайтыс болуы ол әрине үлкен жағдай. Сол себепті бұндай жағдайда соғысты ары қарай жалғастыру ол өте дұрыс емес әрекет болды. Сол себепті Батый 1241 жылы жорығын тоқтатып, 1242 жылы Еуропадан қайтады. Нәтижесінде 1236-1242 жылдары Батыйдың Еуропаға жорығы жүргізілді. 1242 жылы елге қайтып оралғаннан кейін Батый Еділ өзені бойында өзінің астанасы Сарайбату қаласының негізін қалайды. Яғни бұл жердегі дұрыс жауабымыз біздің 1236-1242. Бұл Батыйдың Алтын Ордадан батысқа жорығының нәтижесінде Алтын Орда орыс князьдықтарын толығымен жаулап алады. Орыс князьдықтары Алтын Ордаға салық төлеп отырды. Және де Венгрияны жаулап алады, Польшаны жаулап алып, Австрия, Германияға дейінгі шекараға жеткен болатын Батый. Дальше келесі сұрағымыз 4-ші сұрақ. Абылай ханның жоңғарларының қолында тұтқында болған жылдары. Жалпы 1730 жылға тоқталамыз. 1730 жылы қазақ ханды қазақ әскері жоңғарларды Аңырақай шайқасында қуып шығады. Нәтижесінде жоңғарлар қашып құтылады Жоңғарияға барып. Сөйтіп жоңғарлар қайта күш жинап 1735 жылы Ұлы жүзге басып кіреді жоңғарлар. Сөйтіп Ұлы жүзді отарлап алады. 1738-39 жылдары жоңғарлар Орта жүзге басып кіреді. Сөйтіп 1741 жылы Абылай Сұлтан жоңғарларға қарсы жорыққа шығады кішігірім әскермен. Сөйтіп Абылай Сұлтанның жорыққа шыққандығын естіген Қалдан Серен Абылай ханды тұтқынға түсіреді. Сөйтіп 1741-1743 жылдары Абылай хан жоңғар хандығында тұтқында болады. 1743 жылы Абылай Сұлтанды жоңғар хандығынан тұтқыннан босатуға үлкен елшілік барады. Ол елшілікті бастап барады Қазыбек би. Қазыбек бидің атақты аңыз бойынша атақты сөзі бар ғой. Қазақ деген жай жатқан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз. Банадай найзамыздың ұшына үкі таққан еліміз деп. Яғни ол сол кімге, Қалдан Серенге қатал айтқан сөздерінен кейін Қазыбек биді тарихта қаз дауысты Қазыбек би деп атап кеткен дейді. Яғни 1743 жылы Қазыбек би Абылай Сұлтанды тұтқыннан босатып алып келді. Дальше келесі сұрағымыз бізде 5-ші сұрақ. Жоламан Тіленшұлының бастаған ұлт-азаттық қозғалысы болған жылдар. Жоламан Тіленшұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс ол Кіші жүздің территориясында, Табын руында болған. Өйткені Жоламан Тіленшұлы Табын руының аға старшыны және Табын руының би әрі батыры болған. 1722-1725 жылдар аралығында жүргізілген. Қай ханды ерекше жақсы көресіз ағай дейді. Хандардың барлығы мықты, қазақ хандарының, соның ішінде қазақ хандарының ішінде менің ойымша маған әрине ең ұнайтын қазақтың ханы ол бізде Еңсегей бойлы Есім хан. Дальше келесі. Жоламан Тіленшұлының бастаған көтерілісі 1822-1825 жылдар аралығында жүргізілді. Жалпы бұл көтеріліс
1822 жылы Сібір казактары мынау қазіргі Ақтөбе жақта Табын руының жері бар, Елек өзені. Сол Елек өзені бойында бекіністер салып, Табын руының жерлерін отарлап бастайды. Сол кезде банадай Табын руының адамдары, халқы патша үкіметіне жалобы жасайды, яғни Орынбор генерал губернаторлығына біздің жерлерімізді ешқандай да банадай себепсіз тартып алып жатыр деген. Сөйтіп сол кезде Орынбор генерал губернаторы Перовский бұл мәселені шешуді табыстайды. Кіші жүздің ханы кімге? Шерғазыға табыстайды. Яғни Шерғазы бұл жерде кім? Орынбор генерал губернаторы Перовский неге бұл мәселені шешуді Шерғазыға табыстады? Өйткені ол былай ойлады. Шерғазы әрине кіші жүздің ханы болғаннан кейін өзінің халқына жаны ашып, банадай мәселені оң жағында шешіп, Табын руына көмектеседі. Нәтижесінде Табын руы тынышталып, көтеріліс болмайды деп ойлайды. Міне, бірақ Шерғазы керісінше әрекет етеді. Яғни Шерғазы керісінше патша үкіметіне жағымпаздану үшін, патша үкіметіне жағу үшін керісінше Шерғазы банадай Табын руының наразылығын заңсыз деп жариялап, Табын руының жерлерін тартып алған Орал казактарының әрекеттерін заңды деп, олардың әрекеттерін қорғап шықты. Нәтижесінде бұл өзіміздің кіші жүздің ханы Шерғазының өзінің кіші жүздің халқына деген сатқындығы болды. Нәтижесінде бұл әрекетке қатты ашуланған Табын руы көтеріліске шығып кетеді. Міне, сөйтіп 1822-1825 жылдар көтеріліс болды. Бірақ бұл көтеріліс сәтсіздікпен аяқталды. Өйткені 1825 жылы көтерілісті, төртінші сұрақ, міне, көтерілісті басу үшін патша үкіметі арнайы жазалаушы отрядты Жоламан Тіленшілінің ауылына жіберіп, Жоламан Тіленшілінің ауылын қырып кетеді. Нәтижесінде Жоламан Тіленшілі көтерілісті тоқтатуға мәжбүр болды. Міне. Дальше, келесі 1836-1838 жылдарда көтеріліс, ол бізде Махамбет пен Исатай көтерілісі, яғни Бөкей ордасындағы көтеріліс. 1837-47 жылдардағы көтеріліс, ол бізде Кенесары Қасымұлы көтерілісі. 1856-1858 жылдардағы көтеріліс, ол бізде Жанқожа Нұрмұхамедұлының сыр бойын отарлауға келген Ресей әскеріне қарсы көтерілісі. Келесі сұрақ бізде 6-шы сұрақ. Бірінші бүкіл қазақ съезі қашан болды? 1917 жылы ақпан революциясын білетін шығарсыздар. 1917 жылы ақпан революциясының нәтижесінде патша үкіметі құлап, екінші Николай биліктен кетеді. Нәтижесінде Ресей империясы құлады. Және де Ресей империясы құлағаннан кейін Ресейде тұрақты билік болған жоқ. Яғни банада анархия болып жатты. Нақты билік жоқ. Сол себепті кезіндегі патша үкіметтің Ресей империясының құрамында отар болған халықтар шетінен тәуелсіздіктерін ала бастады. Мысалы 1917 жылы ақпан революциясынан кейін көктемде патша үкіметіне тәуелсіздігін алып кетті Польша, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Кавказ, Белоруссия тәуелсіздіктерін алып кетті. Өйткені нақты әлі билік құрылған жоқ. Сол үшін, сол моментте, сол жағдайларды көріп, біздің қазақтың зиялылары, алаш зиялылары бірігіп, өздерінің тәуелсіздіктерін, қазақтар да өздерінің тәуелсіздіктерін алғысы келді. Міне, сөйтіп 1917 жылы ақпан революциясынан кейін біздің қазақтың зиялылары бірігу керек екендігін түсінді. Міне, сөйтіп 1917 жылы шілдеде Орынбор қаласында бүкіл Қазақстанның зиялылары бірігіп жиналды Орынборда. Бұл бірінші жалпы қазақ съезі немесе бірінші бүкіл қазақ съезі деп аталады. Міне, осы бірінші бүкіл қазақ съезінің нәтижесінде бізде Алаш партиясы құрылды. Міне, 1917 жылы шілдеде Орынбор қаласында бірінші жалпы қазақ съезі өтті. Міне, сонымен Алаш партиясы құрылды. Ал екінші жалпы қазақ съезі бар. Екінші жалпы қазақ съезі бізде 1917 жылы желтоқсанда болады. Ал ол жерде Алаш партиясынан кейін екінші жалпы қазақ съезі Орынборда болады. То же самое 1917 жылы желтоқсанда. Ол жерде екінші жалпы қазақ съезінің нәтижесінде Алаш автономиясы құрылды. Яғни, құрметті оқушылар, қонақтар, жаттап алыңыздар. Бірінші жалпы қазақ съезі 1917 жылы шілдеде Орынборда болды. Екінші жалпы қазақ съезі дәл солай 1917 жылы желтоқсанда да
и дәл сол қалада болады, Орынборда болады. Міне бірінші жалпы қазақ съезінің нәтижесінде Алаш партиясы құрылса, екінші жалпы қазақ съезінің нәтижесінде Алаш автономиясы құрылды. Келесі сұрағымыз бізде БЗБ 519 жылы парсыларға тұтқынға түскен кім? Жалпы 519 жылы парсы патшасы бірінші Дарий сақтарға қарсы жорық жасайды. Міне сөйтіп алғашқы жорығында ол жерде сақтарға қарсы алғашқы жорығы, кішігірім жорығы сәтті болып, сақтардың көсемі, яғни Тиграхауда сақтарының көсемі Скунха тұтқынға түсіп қалады парсыларға. Ол туралы бірінші Дарийдің тарихи жазбалар жазылған ескерткіш бар неде, Иранда. Ол ескерткіш бізде Бехистун жазбалары деп аталады. Бехистун жазбаларында ол жерде бірінші Дарийдің бүкіл жорықтары, бүкіл еңбектері, бүкіл іс-әрекеттері тасқа қашап жазылған. Сол жерде бірінші Дарий бүйтіп айтады: мен 519 жыл өз әскерімен сақтарға жорыққа шықтым. Олардың көсемі Скунханы өзіме құл еттім деп жазады. Міне сол себепті бұл жерде дұрыс жауабы бізде Скунха. Яғни Скунханы 519 жылы парсы патшасы бірінші Дарий өзіне құл қылып алып тұтқынға түсіріп алған болатын. Келесі сұрағымыз. Құрметті көрермендер, сұрақтарыңыз болса чатқа жазып отырсаңыздар болады. Яғни бұл тестке қатысты емес сұрақтар болса да жазып қойып отырсаңыздар болады, жауап беріп отырамыз. Келесі сұрағымыз бізде қазақ халқының ұлттық атауы қалпына келтірілген жыл. Мынау бізде сұрақ өте керемет сұрақ. Неге? Жалпы 1730 жылы сіздер білесіздер, 1730-31 жылдары кіші жүз Ресейдің бодандығына кірді. 1740 жылы Ресейдің құрамына бодандығына орта жүз кіреді. 1766-67 жылдары Ресейдің бодандығына ұлы жүз кірді. Жалпы 1731-ден бастап, кіші жүз Ресейдің бодандығына кіргеннен бастап, Ресей патшалығы, Ресей үкіметі, патша үкіметі қазақ атауын жойып, қазақ халқын бір сөзбен айтқанда мәңгүрт еткісі келді. Жалпы мәңгүрт деген адам бар ғой, яғни мәңгүрт деген адам ол өзінің тарихын, өзінің атын, өзінің тілін білмейтін адамды мәңгүрт деп айтады. Яғни патша үкіметі қазақ халқын ұлт ретінде жойғысы келді. Ресей патша үкіметі қазақ жерін банадай 1870-80 жылдар қазақ жеріне орыс шаруаларын, мына жақтан ұйғырларды, дүнгендерді көшіру нәтижесінде қазақ халқын орыстандырғысы келді. Яғни қазақ тілін жойғысы келді, қазақ мәдениетін, қазақ дәстүрін жойғысы келді. Міне сол себептен Ресей патшалығы қазақтарды бүкіл деректерде, бүкіл документтерде қырғыздар деп атап кетті қазақтарды. Яғни мынандай информациялар айтылады, патша үкіметі қазақтарды шатастырып алған деп. Ол мүмкін емес нәрсе. Ол түсінуге болады. Сіз бір адамның атын шатастырсаңыз болады, басқа адамның атын шатастырсаңыз болады, бірақ целый бір ұлттың атын басқа ұлттың атымен шатастыру мүмкін емес. Яғни бұл жерде патша үкіметі тікелей қазақ халқының атауын ұмыттырғысы келді. Міне мысалы 1909 жылы Міржақып Дулатұлының Оян қазақ деген шығармасын білесіздер. Сол Оян қазақ деген кітабын шығаратын кезде патша үкіметі ол кітапты шығартуға рұқсат бермей қояды. Сөйтіп ол кітапты шығарту үшін Оян қазақ деген атауды Оян қырғыз деп өзгерткізеді. Міне сөйтіп 1909 жылы банадай Оян қазақ кітабы Оян қырғыз деп шығарылды. Яғни пробудись киргиз деп. Міне мысалы 1822-24 жылдардағы орта жүз бен кіші жүздегі хандық билікті жою туралы реформалардың оригинал атауы қандай? 1822 жылы орта жүздегі хандық билікті жою Сібір қырғыздарының жарғысы деп аталған. 1824 жылы кіші жүздегі хандық билікті жою заңы Орынбор қырғыздары. Көрдіңіздер ме? Яғни біздің документтеріміздің бәрінде қазақ атауын мүлдем айтқан жоқ. Бізді қырғыздар деп атады. Міне яғни 1700 жылдардан 1900 жылдарға дейін 200 жыл уақыт бойы Ресей патшалығы бізді қырғыздар деп атап келді. Міне яғни бұл сұрақтың тікелей жауабы сол. 1920-1925 жылдар аралығында Қазақстан жерінде құрылған кеңестік мемлекетті бізде Қырғыз АКСР деп атайды. Қырғыз АКСР. Параллельно Қырғыз АКСР-нан бөлек қазіргі Қырғызстан территориясында
кәдімгі қырғыздар өмір сүрді. Ол қырғыз автономия облысы, ол бөлек. Ал біздің қырғыз АКСР ол бөлек. Яғни бізді қазақтарды қырғыз АКСР деп атады. Содан кейін 1925 жылы мынау біздің қазақтың зиялыларының қаншама күресінің нәтижесінде 1925 жылы Кеңес одағының коммунистік партиясы, яғни БКБП деп айтады, бүкіл кеңестік большевиктер партиясының жиналысында қырғыз АКСР-ның атауын қазақ АКСР ретінде өзгертеді. Сөйтіп 1925 жылы қазақ халқының ұлттық атауы 200 жылдан астам уақыттан кейін қалпына келтірілді. Міне, бұл біз үшін өте үлкен тарихи оқиға болды. Міне, яғни дұрыс жауабы 1925 жыл. 1925 жылдан бастап біздің тарихи атауымыз қалпына келтіріліп, бүкіл қазақтардың тарихи еңбектері, шығармалары, документтері барлығы қырғыз емес, қазақ деген атаумен жүргізілетін болды. Міне, сөйтіп 1925 жылдан бастап қазақ АКСР-ның атауы, қырғыз АКСР-ның атауы қазақ АКСР ретінде өзгертілді. Келесі сұрақ бізде 9-шы сұрақ. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкілеттілігін 2000 жылға дейін ұзарту туралы бүкіл халықтық референдум өткен жыл. Бізде 1991 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының президенті болып сайланады. Ол кездегі конституция бойынша Қазақстан Республикасының президенті 5 жылға сайланатын. Яғни 1991-ден 96-ға дейін. Енді 1996 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік банадай сайлауы тағы да бір рет өткізбес үшін Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттілігін ешқандай да сайлаусыз прямой 2000 жылға дейін ұзарту бойынша депутаттар референдум ұсынады. Міне, референдум дегеніміз не жалпы? Референдум дегеніміз ол мемлекеттегі аса маңызды оқиғаларды халықтың дауыс беру арқылы шешу. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, осыдан бір 2 жыл бұрын Қазақстан Республикасында атом электростанциясын салу бойынша референдум өткен болатын. Ол жерде тура сайлау сияқты, я жоқ деген екі не болады, пункт, сол екеуін біреуін таңдайды. Бұл жерде де 1995 жылы референдум өтеді, бүкіл халықтық дауыс беру. Сол дауыс беруде сіз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың президенттік өкілеттілігін ешқандай сайлаусыз автоматты түрде 2000 жылға дейін созуға келісесіз ба деген референдум өтеді. Сол жерде Қазақстан халқының көп бөлігі я келісеміз деп жауап беріп, Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттілігі автоматты түрде 2000 жылға дейін ұзартылған болатын. Міне, яғни бұл жердегі дұрыс жауабы бізде 1995 жыл. Енді келесі жылдарға да бір тоқталып өтейік. Жалпы 1998 жыл не болды? 1998 жыл бізде негізі көптеген оқиғалар бар. Соның ішінде ең атақтыларын айтайық. 1998 жылы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының астанасы ресми түрде Астана қаласы деп өзгертілді. Және де 1998 жылы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының зейнетақы заңы ресми түрде күшіне енді. 1997 жыл болса, 1997 жылы Қазақстан Республикасының астанасы Алматы қаласынан Ақмола қаласына ауыстырылды. Және де 1997 жылы Қазақстан Республикасының зейнетақы заңы қабылданды 97-те. Бірақ 98 жылы 1 қаңтардан бастап ресми түрде күшіне енді. Мысалы, қазіргі біздің конституция 2026 жылы 16 наурызда біздің конституциямыз қабылданды. Бірақ ресми түрде күшіне енді 2026 жылы 1 шілдеден бастап. Міне, сол сияқты. 1993 жылы бізде көптеген оқиғалар болды. Соның ішінде негізгілерін айтайық. 1993 жылы 15 қараша күні Қазақстанның ұлттық валютасы теңге айналымға енді, және 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясы қабылданды. Келесі сұрағымызға тоқталайық. 1910 жылы жарық көрген қазақтың тұңғыш романы. Бізде біріншісі Бақытсыз жамал, Оян қазақ, Абай жолы және Тар жол, тайғақ кешу дейді. Ең бірінші қазақтың тұңғыш жарыққа шыққан 1910 жылы Қазан қаласында жарыққа шыққан бізде шығармамыз ол Міржақып Дулатұлының Бақытсыз жамал романы. Оян қазақ 1909 жылы жарыққа шықты, ол банағыдай кімдікі? Міржақып Дулатовтікі. Және Абай жолы романы 1949 жылы Абай жолы романын жазғаны үшін банағыдай
Мұхтар Әуезов кеңес үкіметінің мемлекеттік сыйлығы немесе сталиндік сыйлыққа ие болады. Келесі бізде тар жол тайғақ кешу. Тар жол тайғақ кешу еңбегі бұл Сәкен Сейфуллиндікі. Бұл еңбегінде 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс кезіндегі қазақ халқының қиын тағдыры және қиын өмірі сипатталады. Яғни, міне бір қарап шығыңыздар. Бақытсыз Жамал, Оян қазақ, Міржақып Дулатовтікі, Абай жолы өздеріңіз білесіздер, Мұхтар Әуезовтікі, ал тар жол тайғақ кешу ол Сәкен Сейфуллиндікі. Дальше келесі, мына жерде дұрыс жауабы бізде Бақытсыз Жамал болды. Келесі сұрағымыз бізде Ұлы Отан соғысы жылдарында ұшағын жау танкілерінің шоғырына құлатып, ерліктің жарқын үлгісін көрсеткен қарағандылық ұшқыш дейді. Бұл жерде 4 адам белгіленген: Луганский, Әбдіров, Нұркен Әбдіров, Талғат Бегелдинов, Леонид Беда. Бұл төртеуі де ұшқыш. Слив, Сергей Луганский бізде 2 мәрте Кеңес одағының батырын атағын алған қазақстандық, Алматының тумасы. Бұл кісі қайтыс болған жоқ. Неге? Өйткені бұл кісі соғыста аман есен аяқтап шыққан. Келесі, Нұркен Әбдіров. Нұркен Әбдіров бізде 1942 жылы шайқастардың бірінде ұшағы отқа оранып, құлап бара жатқан ұшағынан секіріп кетудің орнына парашютпен ол кісі құлап бара жатқан ұшағын кетіп бара жатқан немістердің танкілерінің үстіне апарып құлатады. Сөйтіп өзі де өледі және немістің танкілерінде жарып, ерлікпен қайтыс болды. Яғни бұл жерде дұрыс жауабы Нұркен Әбдіров. Кеңес одағының батыры, банадай өз өмірін қиып, ерлікпен самолетін немістің танкілерінің үстіне құлатқан ұшқыш. Келесі, Талғат Бегелдинов бізде 2 мәрте Кеңес одағының батыры атағын алған. Дұрыс. Бұл кісі де соғысты аман есен аяқтап келеді. Леонид Беда, ол бізде то же самое қазақстандық 2 мәрте Кеңес одағының батыры атағын алған ұшқыш. Бұл кісі де соғысты аман есен аяқтап бітіреді. Яғни стрим аяқтайтын кезде не кіресті жерге уақытты басасыз, сосын завершить деген шығады. Сосын после статистика. Все хорошо. Так, яғни бұл жердегі дұрыс жауабымыз бізде Нұркен Әбдіров болды. Яғни сіздер камикадзе дегенді естіген шығарсыздар, Так, келесі сұрағымыз 1907 жылдан бастап Санкт-Петербургте шығарылған алғашқы ұлттық қоғамдық саяси газет дейді. Жалпы бұл жерде Балапан, Абай, Айқап, Қазақ, Серке. Бұл жерде төртеуі де біздің 20 ғасырдың бесеуі де 20 ғасырдың басындағы Қазақстандағы баспасөз қызметі. Бұл жерде дұрыс жауабы Серке болады. Яғни 1907 жылы Міржақып Дулатұлы Серке газетін Петербургта Улфат газетіне қосымша газет ретінде шығарып бастайды. Бірақ өкінішке орай Серке газеті ұзақ шығарылған жоқ, өйткені 1909-1910 жылдар аралығында Серке газеті патша үкіметінің саясатын тым аса көп банадай сынағандықтан патша үкіметі Серке газетін жауып тастайды. Балапан газеті ол бізде Қазақстанда шығарылған балалар журналы. Абай газеті бізде 1916-18 жылдар аралығында Алаш партиясының құрамындағы Жүсіпбек Аймауытовтар ұйымдастырған газеттердің бірі болып табылады. 10-11 сұрақ. Міне мынау бізде 11 сұрақ. Ұлы Отан соғысындағы жау танкілеріне самолетін құлатып ерлікпен қаза тапқан Нұркен Әбдіров. Және 10 сұрақ. 1910 жылы жарық көрген қазақтың тұңғыш романы Бақытсыз Жамал. Келесі 13 сұраққа келейік. 1375-1376 жылдары Алтын Орданың сарайшық Қажы-Тархан және сарай қалаларын басып алған хан. Бұл жерде дұрыс жауабы Ұрыс хан болады. Енді қараңыздар. Мына жерде сіз нақты ответін білмеуіңіз мүмкін, бірақ сіз логикамен және қосымша банадай өзіңіздің біліміңізбен бұл сұрақтың жауабын таба аласыздар. Мысалы, қараңыз. Ұрыс хан. Тоқтамыс ол бізде Алтын Орда мен Ақ Орданың билігінде 1380-1395 жылдар аралығында болды. Яғни
бұл жерде бізде 1375-76 деп тұр. Яғни ол кезде Тоқтамыс әлі Алтын Орда мен Ақ Орданың ханы болған жоқ етін. Сол үшін оны біз автоматты түрде алып тастаймыз. Келесі Әбілқайыр. Бұл жерде Әбілқайыр Шайбани болуы мүмкін. Әбілқайыр Шайбани ол кісі бұл 1375-76 жылдары әлі өмірде болған жоқ. Әбілқайыр Шайбани билікке 1428 жылы келген. Сол себепті біз ол кісіні бұл жерден автоматты түрде алып тастаймыз. Және Барақ. Барақ ол Ақ Орданың ханы, соңғы хан Ақ Орданың 1423 жылы билікке келіп, 1428 жылы қайтыс болды. Яғни біз 1375-76-ны сұрап атқандықтан 1423 жылы билікке келген Барақты автоматты түрде алып тастаймыз. Яғни бұл жерде дұрыс жауабы Әбілқайыр хан болады. Так, келесі сұрақ бізде 1728 жылы қазақ халқының жоңғарларға қарсы болған ірі шайқасы. Бұл жерде 4 шайқас тұр: Ойрантөбе, Аңырақай, Бұланты, Орбұлақ. Бұл жерде дұрыс жауабы Бұланты Білеуті шайқасы. Енді қараңыздар, бұл жерде Бұланты Білеуті шайқасының негізі 2 датасы бар. Ол кейбір деректерде 1726, кейбір деректерде 1728 деп береді. 2 кітапта 2 түрлі информация. Яғни 1726 жылы Бұланты шайқасы өтті деп Қазақстан тарихының 10-шы сыныптың кітабында береді. Ал 1728 жылы Бұланты шайқасы өтті деген деректі Қазақстан тарихының 7-ші сыныбында береді. Міне. Бұланты шайқасының негізі бізде бірнеше атауы бар. Бірінші атауы Бұланты Білеуті шайқасы. Неге бұлай аталады? Өйткені бұл шайқас қазіргі Жезқазған жақта, Ұлытау жақта болған. Міне, мынау Бұланты, мынау Білеуті деген 2 өзеннің ортасында болған шайқас. Сол үшін бұл шайқасты Бұланты Білеуті деп атайды. Келесі атауы Бұланты шайқасының ол айран төгілген немесе қара сиыр шайқасы. Олай неге айтады? Өйткені қазақтың деректерінде мынау Бұланты және Білеуті деген 2 өзеннің аралығын тарихи деректерде қара сиыр даласы немесе айран төгілген даласы деп айтады. Сол үшін кейбір деректерде бұл шайқасты айран төгілген шайқасы немесе банадай қара сиыр шайқасы деп айтады. Міне. Және тағы да бір атауы Бұланты шайқасының ол қалмақ қырылған шайқасы. Өйткені бұл шайқаста жоңғар әскерінің 80-90% қырылып қалады. Сол себепті бұл шайқасты тағы да бір кейбір деректерде қалмақ қырылған шайқасы деп те атайды. Бірінші, екінші сұрақты көрсете аласыз ба? Я, әрине. Так, міне, бірінші сұрақ: жылқыны қолға үйрету БЗБ 4-ші мыңжылдықта алғаш басталған аймақ. Ботай терсек мәдениетінде энеолит кезеңінде болған. Ботайлықтар алғаш жылқыны қолға үйреткен. Екінші сұрағымыз: ұйғыр қағанатының өмір сүрген жылдары бізде 744-840 жылдары өмір сүрген. Келесі үшінші сұрағымыз: Батый ханның атақты батысқа жоры болған жылдар 1236-1242 жылдар аралығында болған. Так, кеттік, жалғастырайық сұрақтарымызды. Бұланты шайқасына тоқталғанбыз. Енді Аңырақай шайқасы 1729, кейбір деректерде 1730 жылы болған дейді. Яғни 10-шы сыныптың Қазақстан тарихы кітабында Аңырақай шайқасы 1729 жылы болды дейді. Ал 7-ші класстың Қазақстан тарихы кітабында Аңырақай шайқасы 1730 жыл болған деп айтады. Балқаш көлінің оңтүстігіне қарай 120 км жерде қазіргі Шу өзенінің бойында Ичпес деген көл бар. Сол Ичпес деген көлдің маңында орын алған Аңырақай шайқасы. Енді бұл шайқастың атауы Аңырақай деп аталу себебі кейбір деректерде бүйтіп айтады: жоңғарлар аңырап тұрып қашқандықтан Аңырақай шайқасы деп аталған дейді. Ал кейбір деректерде қазақтар жоңғарлардың бағанадай атақты батырын жеңген, сол батырын жеңу нәтижесінде қазақтар Аңырақай деп атап кеткен дейді шайқасты. Келесі Орбұлақ шайқасы. Орбұлақ шайқасы 1643 жылы мынау қазіргі Талдықорған қаласының маңындағы Қазақстан мен Қытайдың территориясында Орбұлақ деген шатқал бар, 2 таудың ортасында. Сол шатқалда болған шайқасы Орбұлақ шайқасы. Орбұлақ шайқасы қазақтың ханы Салқам Жәңгір мен жоңғар билеушісі Бадан хан бізде ұрысқан. Дұрыс жауабы мына жерде ұрысқан болады. Келесі 8-ші сұрақ:
8-ші сұрақ бізде қазақ халқының ұлттық атауы қалпына келтірілген жыл 1995 жыл. Келесі 5-ші сұрағы. 5-ші сұрақ Жоламан Тіленшұлы бастаған ұлт азаттық қозғалыс болған жылдар 1822-1825 жылдар аралығында болған. Келесі сұрағымызды жалғастырайық. Келесі сұрағымыз 14 ғасырдың ортасында Шағатай ұлысының шығыс бөлігінде құрылған мемлекет. Жалпы Шағатай ұлысы ол қазіргі оңтүстік Қазақстан, қазіргі Өзбекстан жері және қазіргі Жетісу және Қырғызстан жерінде банадай Шыңғысханның екінші баласы Шағатайға бөліп берілген жер. Енді жағдай былай болады. 1323 жылға дейін мынау картада тұр. Мынау Шағатай ұлысында билік етті Шағатайдың ұрпақтары. Міне Шағатай ұлысы деген кәдімгідей бір мемлекет болды. Бірақ 1323 жылы Шағатай мемлекетінің ханы Кебек деген хан қайтыс болады. Кебек хан қайтыс болып, Шағатай ұлысы ыдырап кетеді. Нәтижесінде Шағатай ұлысының батыс аймағы, яғни Мәуереннахр жері, Өзбекстан жерінде, міне, Өзбекстан жерінде түркі тайпаларының әмірлері өзара таққа таласып соғыс басталады. Міне, ол жерде соңында жеңіп шығады, білесіздер, Әмір Темір. Сөйтіп Әмір Темір бұл жақта өзінің мемлекетін құрады. Ал енді шығыс бөлігінде Кебек қайтыс болғаннан кейін Шағатай ұлысының шығыс бөлігінде, яғни Жетісу жері мен Қырғызстан, Қашқар территорияларында билік Дулат тайпасында қалды. Неге Дулат тайпасында қалды? Өйткені Дулат тайпасы анау Шағатай ханнан бастап, Дулат тайпасы Шағатайдың және Шағатайдан бастапқы Шағатай ұлысының хандарының барлығының ең басты одақтасы осы Дулаттар болған. Өйткені мынау Жетісу жеріндегі ең үлкен тайпа ол Дулат тайпасы болғаннан кейін, Дулат тайпасының әмірлері банадай Шағатай ұлысындағы Шағатай ұлысының хандарының ең басты одақтасы және ең басты көмекшісі болған болатын. Сол себептен Шағатай ұлысындағы ең үлкен беделді тайпа осы Дулаттар болғаннан кейін, мынау Шағатай ұлысының шығыс бөлігінде, яғни Жетісу жерінде территориясында билікті осы Шағатай тайпасы, Дулат тайпасы алып алады. Сөйтіп Дулат тайпасының көсемі Әмір Полатшы деген кісі Моғолстан деген мемлекетті құрады. Бірақ енді Әмір Полатшы өзін хан ретінде жариялай алмайды. Неге? Өйткені Әмір Полатшы банадай Шыңғыс ханның ұрпағы емес, яғни Шағатайдың ұрпағы емес. Сол себепті ол мемлекетті құрды, Шағатай ұлысын, Моғолстан мемлекетін, бірақ ол басқара алмайды хан ретінде. Сол үшін ол хан ретінде таққа отырғызады 16 жасар Шағатайдың ұрпағы Тоғылық Темірді. Сөйтіп Тоғылық Темірді хан қылып отырғызады да, Тоғылық Темір арқылы мемлекетті басқарып отырды сол Әмір Полатшы. Бірақ көп ұзамай Әмір Полатшы қайтыс болғаннан кейін Шағатай ұлысының Моғолстанның ханы болып, бірінші негізгі ханы болып, осы Тоғылық Темір билікті ары қарай алып кетеді. Яғни Моғолстан мемлекетінің негізін қалаған кім десе, Дулат тайпасының әмірі Әмір Полатшы, ал бірақ Шағатай ұлысының бірінші ханы десе, және Моғолстанның бірінші ханы және Моғолстанның хандары осы кімнен тарайды десе, Тоғылық Темірден тарайды деп айтасыздар. Өйткені Тоғылық Темір Моғолстанның бірінші ханы болған және Тоғылық Темір қайтыс болғаннан кейін таққа сол Тоғылық Темірдің ұрпақтары отырған. Тоғылық Темір қайтыс болғаннан кейін таққа Тоғылық Темірдің баласы Ілияс Қожа отырады. Ілияс Қожа қайтыс болғаннан кейін таққа Қызыр Қожа отырады. Қызыр Қожа қайтыс болғаннан кейін Тәуекел хан отырады. Мұхаммед хан отырады 1408-1416 жылдары. Потом 1418-1428 жылдары Моғолстанның ханы Мұхаммед ханның баласы Уәйіс хан болады. Потом 1428-де Уәйіс қайтыс болғаннан кейін Моғолстанда таққа талас болып, таққа таласта Уәйістің екі баласы Жүніс пен Есенбұға таласады. Сөйтіп 1432-33 жылдары Жүніс пен Есенбұғаның таққа таласының нәтижесінде 1432-33 жылы Есенбұға жеңіп шығады. Сөйтіп Есенбұға Моғолстанның ханы болады. Енді Есенбұғаны барлықтарыңыз білесіздер, өйткені 1459-60 жылдары Әбілқайыр Шайбанидан бөлініп, Жетісу жеріне көшіп келген Керей мен Жәнібекке Жетісу жеріндегі Шу мен Талас өзендерінің аралығындағы жерді беріп, қазақ хандығы сол жерде құрылады. Яғни сол Есенбұға берген.
Яғни мына жерде дұрыс жауабы сонда 14 ғасырдың ортасына қарай Шағатай ұлысының шығыс бөлігінде құрылған мемлекет ол бізде Моғолстан мемлекеті. Келесі сұрағымыз бізде 16 сұрақ, 19 ғасырдағы Қарқаралы уезіндегі жәрмеңке. Енді Қарқаралы уезіндегі жәрмеңке ол бізде Қоянды Ботов жәрмеңкесі. Қоянды Ботов жәрмеңкесінің екі атауы бар. Бірнеше атау бар. Кейбір деректерде Талды Қоянды жәрмеңкесі дейді, кейбір деректерде Қоянды Ботов жәрмеңкесі дейді, кейбір деректерде бағанадай Қарқаралы жәрмеңкесі деп те айтады. Тайынша-көл жәрмеңкесі бізде солтүстік Қазақстанда Павлодар уезінде орналасқан. Шар-Екатеринская жәрмеңкесі бізде Семей облысында орналасқан. Темір жәрмеңкесі бізде Оралда орналасқан. Енді бізде толық жәрмеңкелерге бір тоқталып өтейік, сіздермен. Бірінші бізде бүйтіп айтайық. Мен қазір жазған ұзақ болып кетеді. Мен сіздерге сөзбен айтайын, сіздер жаттап отырыңыздар немесе жазып отырыңыздар. Бірінші бізде Қарқаралы уезі. Қарқаралы уезінде орналасқан жәрмеңке бізде Қоянды Ботов. Бірінші жәрмеңке. Екінші жәрмеңке бізде Семей. Семейде орналасқан жәрмеңке міне тұр Шар-Екатеринская жәрмеңкесі. Үшінші жәрмеңке бізде Ақмолада орналасқан. Ақмолада орналасқан жәрмеңке бізде Константинов-Еленов жәрмеңкесі. Төртінші жәрмеңке бізде Павлодарда. Павлодарда орналасқан жәрмеңке ол Тайынша-көл жәрмеңкесі. Келесі бесінші жәрмеңке ол бізде Ақмола округінде не бар? Банағы Ақмола округінде орналасқан тағы да бір жәрмеңкелердің бірі ол Петров жәрмеңкесі. Келесі жәрмеңке алтыншысы бізде Орал облысы. Орал облысында бізде екі жәрмеңке орналасқан. Ол біреуі Ойыл, біреуі Темір жәрмеңкесі. Келесі жетінші ол бізде Жетісу облысында бізде екі жәрмеңке бар. Ол біреуі Жаркентте орналасқан, Жаркент жәрмеңкесі, біреуі Қарқара жәрмеңкесі, Алматыда орналасқан. Осы екі жәрмеңке бар. Келесі бізде сегізінші ол Сырдария облысы. Сырдария облысында орналасқан жәрмеңке бізде Әулиеата жәрмеңкесі. Міне осы көбінесе ОБТ-да, сіздер біліп алыңыздар, ОБТ-да осы жәрмеңкелердің орналасуымен сәйкестендіру өте көп болады. Міне бүйтеді сіздерге береді Қарқаралы уезі, Павлодар уезі, Орал облысы, Сырдария облысы деп төрт жерді береді да, қасына 4 жәрмеңке береді. Сол жәрмеңкелерді сол орналасқан аймақтарымен сәйкестендіру керексіңдер. Міне сол нәрсені жақсылап жаттап алыңдар. Келесі сұрақ, 17 сұрақ. Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына темір ойыл және темір жәрмеңкелері бізде Орал облысында орналасқан. Келесі, Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелікке қабылданған мерзім. 1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына қабылдады. 1991 жылы 10 желтоқсан күні бізде Қазақ КСР-ның атауы ресми түрде Қазақстан Республикасы болып өзгертіледі. 1991 жылы 10 желтоқсан күні, 1993 жылы 28 қаңтар күні Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясы бекітілді, қабылданды. Ал 1993 жылы 15 қараша күні Қазақстан Республикасының тұңғыш валютасы теңге айналымға енді. Келесі сұрақ бізде 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліс кезінде Астана қай жылы өзгерді? Астана қаласының атауы 1998 жылы өзгереді. Яғни 1997 жылы Қазақстан Республикасының астанасы Алматыдан Ақмолаға көшірілді, ал 1998 жылдан бастап Қазақстан Республикасының астанасының атауы Ақмоладан Астанаға өзгертілді. 98 жылы. Енді бұл жерде Торғай уезінің қазақтары хан етіп сайлаған беделді тұлға. Бұл жерде дұрыс жауабы Әбдіғаппар Жанбосынов. Сіздер Амангелді Иманов деп жатқан кісілер, Амангелді Иманов Торғай жеріндегі көтерілістің бас қолбасшысы болады, Амангелді Иманов. Ал Торғай қазақтары, орта жүздің Қыпшақ қазақтары, банадай
өздерінің ханы ретінде бекітеді. Әбдіғаппар Жанбосынов деген биді хан етіп тағайындайды. Енді қалған кісілер кімдер? Ұзақ Саурықов, Бекболат Әшекеев, Жәменке Мәмбетов, Амангелді Иманов. Амангелді Иманов сол Торғай облысындағы көтерілісшілердің бас қолбасшысы, әскер басы. Ұзақ Саурықов, Бекболат Әшекеев, Жәменке Мәмбетов, бұл үшеуі Жетісу облысындағы көтерілістің басшылары. Ұзақ Саурықов пен Жәменке Мәмбетов екеуі бағанадай түрмеде тұтқындалып, көтеріліс жасаған үшін түрмеде у беріп өлтіріледі. Ал Бекболат Әшекеев көтеріліс ұйымдастырған үшін тұтқындалып, Алматы қаласының маңындағы бағанадай Боралдай деген жерде халық алдында дарға асылып өлтіріледі. Міне. Дальше. Келесі сұрақтарыңыз болса, құрметті көрермендер, сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Келесі сұрағымыз бізде 19-шы сұрақ. 19-шы сұрақ 1979 жылы қазақ жастарының неміс автономиясын құру туралы шешімге қарсы шыққан дейді. Енді бүйтейік, бұл сұрақты толыққанды қарап шығайық. Жалпы Қазақстанда немістер қайдан жүр? Қазақстанда немістер қайдан жүр? Жауабын осы жерге чатқа жазсаңыздар. Немістер Қазақстанға қайдан келді, қайдан жүр? Бұрынғы сұрақтар ма дейді, Сливтің сұрақтары, Сливта келіп жатқан сұрақтар, ұбт-да көп келіп жатыр осы сұрақтар. Яғни, құрметті көрермендер, сіздерге сұрақ, немістер Қазақстанда неғып жүр 1979 жылы, қайдан келді? Екі мировой войнадан ба дейді. Я, тағы да варианттарыңыз бар ма? Толығырақ айтып кетсеңіздер. Жалпы немістер баяғыдан бері мынау Астрахан жері бар, қазіргі мынау Еділ өзені бойы. Сол Еділ өзені бойында өмір сүрген немістер бар, Еділ немістері деген. Волжские немцы деп айтады олар. Олар екінші дүниежүзілік соғыста емес, олар баяғыдан бері өмір сүріп келе жатыр Россияда. Сол немістер екінші дүниежүзілік соғыс, отан соғысы басталғаннан кейін сол Еділ бойында Астрахан жақта тұратын немістер Германиядан шабуыл жасап жатқан немістерге қосылып кетеді деп қорқып, Кеңес өкіметі 1941 жылы сол немістерді Қазақстанға, Өзбекстанға, Сібірге жер аудару туралы заң қабылдайды. Сөйтіп, Қазақстанға 1941-45 жылдары Еділ бойындағы бұрыннан бері өмір сүріп келе жатқан немістердің 300 мыңнан 400 мыңға жоқ немістер Қазақстанға күштеп көшірілді. Міне, сол немістер Қазақстанда содан бері қалып кеткен. Енді мынандай нәрсе бар да, қараңыздар. Кеңес билігі неге соншалықты немістерге автономия құрып бергісі келіп, немістерді Қазақстан жерінде ұстап қалғысы келді? Неліктен? Неге оларды сонша бітіп, оларға автономия құрып бергісі келді? Эфир салына ма дейді, салуға тырысамыз, салынатын шығар деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар, неге соншалықты немістерді Кеңес үкіметі Қазақстанда ұстап қалғысы келді? Оларға былай соншалықты автономия құрып беріп, дұрыс, немістер өте ақылды болған. Яғни, Қазақстанда, не только Қазақстанда, КСРО-да инженер, ғалым, биолог, химик деген сияқты, математик, физик деген сияқты нелерді, бағанадай қызметтерді өңшең немістер атқарған. Немістер өте ақылды халық болған. Сол себепті немістерді бағанадай Германияға көшіп кетпес үшін, немістер кет қалмас үшін, оларды Қазақстанда ұстап қалу үшін Кеңес билігі оларға арнап Қазақстан жерінде автономиялық облыс құрып бергісі келді немістерге. Чтоб немістер өзімен өзі өмір сүру үшін. Нәтижесінде бұл Кеңес билігінің бұл шешіміне 1979 жылы Целиноград қаласындағы қазақтар көтеріліске шығады. Яғни қазақтар Қазақстан бөлінбейді, автономияға жол жоқ деп. Өйткені олар білді, бүгін немістерге автономия құрып берсе, одан кейін одан басқа ұлт өкілдеріне де автономия құрып береді. Бүгін немістерге автономия құрады, ертең орыстарға автономия құрып береді, одан кейін кәрістерге автономия құрып береді, одан кейін ұйғырларға автономия құрып береді. 1979 жылы қазақ жастарының неміс автономиясын құру туралы шешімге қарсы шыққан қала осы Целиноград қаласы. Целиноградта бағанадай халық Қазақстан бөлінбейді, автономияға жол жоқ деген сияқты көтерілістер ұйымдастырып, нәтижесінде 1979 жылы Кеңес билігі Целиноградтағы көтерілістің нәтижесінде Қазақстан территориясында
автономия құруға банадай шешімді отказ беріп, банадай Қазақстан жерінде неміс автономиясы құрылмайтын болды. Так, келесі сұрағымыз, яғни соңғы сұрағымыз. Абай журналына Алаштың әнұранын жариялаған қоғам қайраткері әрі жазушы дейді. Жалпы 1918 жылы активность көрінбейді, малая активность деп, мынау прямой эфир тоқтап өшіп қалды, содан кейін қайттан бастап жатырмыз. 1918 жылы бізде Алаш автономиясы құрылғаннан кейін Алаш автономиясының беделді тұлғаларының бірі Жүсіпбек Аймауытов Абай журналында қазақ Алаштың әнұранын жариялайды. Яғни дұрыс жауабы бізде банады Жүсіпбек Аймауытов болады. Мына жерде тағы бір информация айта салайын Барлыбек Сыртанов жайлы. Барлыбек Сыртанов деген кісі, ол бізде 1911 жылы қазақтың тұңғыш конституциясын жасайды. Яғни 1911 жылы Барлыбек Сыртанов қазақ халқының тұңғыш конституциясын жасап, қазақ халқының банадай алғашқы ата заңын жасаған кісі осы Барлыбек Сыртанов болып табылады. Так, осымен біздің бүгінгі тест талдауымыз аяқталды. Яғни 1 сағаттан аса уақыт бойы талдадық 20 сұрақты. Көптеген информациялар алдыңыздар деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Келесі алдағы уақытта тағы да Қазақстан тарихынан, тағы да дүниежүзі тарихынан банадай слив талдаулар, нұсқа талдаулар жүргізілетін болады. Қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.